Аңқау. Баяғыда бір аңқау есегіне мініп сапарға кетеді. Келе жатып тауға шығарда есегін аяп жетектеп өтпекші болады. Бұны екі ұры көріп есекті ұрламақшы болады. Екі ұры аңқауға білдірмей келіп, біреуі есектің ноқтасын сыпырып жіберіп, өзі киіп аңқаудың артында жүріп отырады. Екіншісі есекті алып кетеді. Аңқау білмейді, өлең айтып жүре береді. Біраздан кейін әлгі ұры тартынып жүрмейді. Аңқау артына қараса, есектің орнына адамды көреді. Бұл қалай, сен қайдан келдің деп таң қалады. Ұры, мен сенің есегің болып жүрген кісі едім. Бала кезімде тентек болдым. Шешем есек болғыр деп қарғап еді, мен есек болдым. Бүгін қайта адам болдым дейді. Аңқау бұған сеніп, ұрыны босатып жібереді.